Бізде шын мәнінде қазақ халқының бай тарихы бар. Бірақ бұл жан-жақты зерттелмеген, төрт құбыласы түгелденбеген тарих. Оның олай болатын түрлі себебі бар. Біріншіден, арғы кезде біз өз тарихымызды тек ауызша деректер, ауызша тарих, ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткіздік. Ал енді бергі жазу сызу дамып, жұрт өркениетке құлаш ұрған кезде адамзат баласының тарихы тек европалық таным түсінікте жазылды. Осы европалық таным түсінікке сай келетінің бәрі мәдениетті, өркениетті болды да, ал сай келмейтінің бәрі жабайылар болды. Тағылар деп атады. Міне осыған байланысты бір тектен жаратылған адамзат баласын тарихи халықтар, тарихи емес халықтар деп екіге бөліп тастады. Бұның тарихи халықтары өркениет жасауға, игілікті жасауға мүмкіндігі бар, қабілеті бар, Алла тағаланың ерекше жаратқан адамдары. Ал тарихи емес деген халықтар бұл адам типтес, сол адам әлгі қабілетті адамдардың жасаған дүниесін бұзушы, қиратушы жабайылар деп түсінді. Міне осы түсініктің нәтижесінде кейін бұл қоғам дамығаннан кейін, ғылым жетілгеннен кейін бұндай жіктеудің ешқандай қисынға келмейтінін білгеннен кейін ол терминдер өзгертілді. Сөйтіп тарихқа отырықшылар, көшпелілер деген атаулар кірді. Бұның отырықшылары баяғы тарихи халықтар болды, көшпелілері тарихи емес халықтар болды. Атаудың аты өзгергенмен мәні өзгерген жоқ. Осы өзгермеген қалпында кешегі күнге дейін жетті. Біздің мынау көшпелі халықтардың тарихын кешегі зерттеуге тыйым салынған кезде бірден бір зерттеп халыққа танытқан адам орыстың белгілі тарихшысы Лев Николаевич Гумилев болатын. Осы Гумилев мынандай тұжырымдаманы алға тартады. 19 ғасыр бізге адамзат өркениетін жасаған тек отырықшылар ғана. Ал орталық Азияны бейне бір тағылық пен жабайылықтың тұманы қоршап тұрған деген концепцияны мұраға қалдырды. Бұл концепцияның, тұжырымдаманың зияндылығы оны қателігінде ғана емес, соны ғылымның жетістігі деп ғылыми айналымға түсіргенде дейді. Осы 19 ғасырдан мұра болып 20 ғасырдағы жеткен концепция, тұжырымдама кешегі 20 ғасырда да қаймағы бұзылған жоқ. Үңіліп қарасаңыз, көшпелі халықтардың бірде-біреуінен өзінен қалған жазба мұра жоқ. Қалған көшпелілер жөніндегі жазба мұра деген мұраларыңыз, деректеріңіз, құжаттарыңыз, дәйектердің дүниелеріңіздің бәрі сол кезінде сол көшпелілермен соғысқан, соларды ата жауы көрген, дұшпаны санаған елдердің өкілдерінің жазып қалдырған дүниесі. Бірыңғай дұшпанның көзімен жазылған дерек сыңар жақты көзқарас қалыптастыратын өзінен өзі түсінікті. Бұны кезінде Гумилев ашып тұрып айтты, жазды да. Бірақ оны елеген ешкім болған жоқ. Күні кешеге дейін солай жазылып қалды. Ауызша тарих деген халықтың өзінің басынан, ата-бабаларының басынан кешірген тарихи оқиғалардың, әлеуметтік жағдайлардың шежіресін халықтың өзінің естелігі. Халық өзінде туралы ешқандай өтірік айтпайды ғой. Бірақ европалық таным түсінікке жадыланған, жазба дерекке жадыланған ғалымдар халықтың ауызша тарихының дерегін түсінуден қалды.
тек қана оларды әлгіндей бір жекелеген әулеттің шежіресіне бірдемеге пайдаланысы болмаса, басқасының бәрін бұл дерек емес тарихи, бұл аңыз әңгіме деп қана қоя сал. Күні кешеге дейін, тәуелсіздік алғанға дейін біздің тарихымызды, біздің тарихым болсын, жалпы көшпелі халықтардың болсын, өзінің шыққан перзенттері зерттеген жоқ. Басқалар жазды. Біздің бастау тарихымызды басқа халықтың өкілдері жазды. Сондықтан да бүгінгі біздің қазақ халқының тарихы жазса, жөнінде әңгіме бола қалса, сүйетініміз Левшин, Вениамин Зернов, Аристов, Бартольд секілді ғалымдардың еңбектері. Олар бірдеме айтатын болса, кешегі күнге дейін біздің ғалымдарымыз бірдеме айтатын болса, мынандай мұрағаттағы мынандай дерек былай дейді деудің орнына, жоқ, бұл жөнінде Бартольд былай деген, Аристов былай деген, немесе Левшин былай деген деп, солардың шындығында, өтірігінде мақұлдауменен, соны заңдастыруменен, соны ғылыми дерекке айналдырумен келдік. Қазір бұл шаруада татар ғалымдары әжептәуір жұмыс істеп жатыр. Мынау Кавказдағы түрік халықтары әжептәуір жұмыс істеп жатыр. Құмықтар, балғарлар, осылар әжептәуір тіпті мынау құжаттық деректермен жұмыс істеп жатыр. Бұлардың ішіндегі бір ғана кемшілік, қазір татарлар жаза ма? Бүкіл түрік халқының бәрі татардан шыққан. Қазақ жаза ма? Қазақтан шыққан. Түрікмен жаза ма? Түрікмен. Өзбек жаза ма? Ұйғырды ба? Бәрі ұйғырдық. Әуелі бұл деген құр ғана жалған, жасанды пікір таласын ғана туғызады, ғылымға ешбір пайдасы жоқ. Ең бірінші, жөн білем деген адам әуелі тамырдан бастау керек, діңнен бастау керек. Мынау бәйтерек десек, мына өсіп тұрған. Мынау соның тарбиған бұтақтары. Міне, мына бәйтерек түрік. Діңі түрік. Ал мынау татар, башқұрт, ұйғыр, қазақ, түрікмен, қырғыз. Көрдіңіз бе? Ал енді біз келемізде мынадан шыққан дегіміз келеді. Яғни бәйтеректің діңін бұтақтан шығарғымыз келеді. Әуелі біз осы мынаны танып алайық. Сосын осыдан бұл қалай бұл? Мына өсіп өніп бұтақтар шықты. Содан барып айтайық. Сонда барып біз шын мәніндегі дұрыс жағдаймыз. Бұл пенделік эмоцияны қою керек. Ортақ тарихты бірігіп жазу үшін әуелі түріктің бірінші, түрік халықтарының көне халық екенін дәлелдеу керек. Сен өзің түрікке жататыныңды жатпайсың ба, соныңды дәлелдеу керек. Содан кейін діңнен қай кезде бөлініп шықтың? Қара шаңырақтан қашан отау болып бөліндің? Қалай бөліндің? Мынау атқа қалай ие болдың? Халықтық атауға қалай ие болдың? Міне содан кейін барып кету керек. А біздікі жоқ, олай емес. Сөйтеміз де бастау тарихымызды білмегеннен кейін шындыққа жете алмай қаламыз.